Так, бізге келердің алдында 5 сәт шешіп алыңыздар. Біріншісі, ол қандай мамандыққа түсесіздер. Біз мамандық әлі таңдамадық деген сөз, біз сіздермен барлық мамандықтарға іздеп кетеміз. Ол барлық ана университет, мына университет өте уақыт көп кетеді. Сол себепті сіз біз мына мамандық таңдады десеңіз, біз тез тауып береміз. Екіншіден, сіз жаңағы қаражатыңызды есептеп алыңыз. Қанша ақша сіз балаға құрта аласыз. Балаңыздың жаңағы бізде мынандай ата-аналар болады. Енді бізге барынша арзан университет керек дейді да, университетке түсіреміз, апарамыз, Стамбулға барған кезде немесе там университетке барған кезде қарайды да, мынау қандай университет, жаман ғой, не деген кішкентай университет, мына жер ұнамайды, мына жер ұнамайды, басталады. Енді сөйтсе оказывается қаражаты бар екен, одан да қымбатырақ университет таңдай алады екен. Соны ашық айтыңыздар. Оны ақшамыз жоқ деп енді бәрі айтады, ақша жоқ, бәрімізде ақша жоқ негізі ше. Бірақ ақшаңыз бар болса, айтыңыз, мен балама мынанша ақша құрта аламын. Ол өте бізге көп жеңілдік береді, иә. Содан кейін жаңағы үлкен қалада оқығыңыз келе ме, кіші қалада оқығыңыз келе ме? Ол да өте принципиальный вопрос. Кейбіреулер болады, бізге үлкен қала керек, қызық болу керек, обязательно да, жаңағындай бала қыдыратын жері болу керек дейтіндер болады. Кейбіреулер айтады, жоқ, бізге кіші қала болсын, безопасно, өзімен өзі сабаққа барады, келеді, жатады, болды. Ол басқа вопрос. Сол себепті оны да ұмытпаңыздар, үлкен қала немесе кіші қала. Содан кейін жекеменшік па, мемлекеттік па? Жекеменшік қымбат тұрады, ол Стамбулда болады. Мемлекеттік арзанырақ кіші қалаларда болады. Осында бір біліп алыңыз. Содан кейін ең соңғысы, қай тілде оқисыздар? Түрік тілі ма, ағылшын тілі ма? Ол да өте маңызды. Неге десеңіз, ағылшынша ғана оқимыз десеңіз, онда сіз сразу Стамбул дейміз. Басқа вариант жоқ. Егер түрікше десеңіз, онда көп қалалар болады. Вот, көрдіңіз ба, қандай маңызды сұрақта. Сол себепті келердің алдында осы 5 сәтті өздеріңізге анықтап келсеңіздер. Мамандық, қаражатыңызды, қандай қалада оқисыз, жекеменшік па, мемлекеттік па, және қай тілде. Ол бізге жұмысымызды өте жақсы жеңілдетіп береді. Әрине, оны да жасамай келсеңіз, біз сізбен отырамыз, бірақ көп таңдайтын боламыз. Ана университет, мына университет, бірақ егер сізде осы вопростарға, сұрақтарыңызға жауаптар болатын болса, тез тауып береміз сізге университетті. Сол сұрақтарыңыз болса жаза беріңіздер. Осы 5 сәтті осы комментарийдің астына жаза берсеңіздер болады.